Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен present simple мен present continuous'тың айырмашылығын өтетін боламыз. Жалпы present simple не үшін қолданылады және present continuous не үшін қолданылады. Мен бұл екеуіне жеке бөлек сабақ жазған болатынмын. Ол менің YouTube каналымда тұр. Өтіп соны да көріп кетсеңіздер болады. Жалпы present simple ол күнделікті қайталанатын іс-әрекетті білдіреді және де шындықты, фактіні білдіреді. Мысалы, сіз күнде жұмысқа барасыз, күнде жұмыстан келесіз, кешкі ас дайындайсыз деген сияқты. Мысалы, формуласына қарасаңыздар, subject verb one деп тұр, яғни бастауыш жетістіктің бірінші формасы. Келесі сіздерде present continuous көріп тұрсаңыздар, келесі кесте present continuous яғни созылмалы осы шақ, ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті көрсетеді. Яғни қандай да бір уақытта басталып, әлі де аяқталмай созылып жатқан іс-әрекетті көрсетеді. Формуласы subject бастауыш қосылған to be, яғни be етістігі, және verb ing етістікке ing жалғану арқылы жасалынады. Жалпы осындай. Мен сіздерге қазір түсінікті болу үшін мысалмен көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Мысалы, бірінші. Мысалы, мен күнде таңертең сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймын. I work every day from 9 to 6. Яғни мен күнде сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймын. Бұл күнделікті қайталанатын іс-әрекет. Тағы да бір мысал. Мысалы, Том күнде таңертең душ қабылдайды. Tom has a shower every morning. Яғни Том күнде таңертең душ қабылдайды. Яғни күнделікті қайталанатын іс-әрекет. Келесі мысал, күзде жаңбыр көп жауады дейік. It rains a lot in autumn. Яғни күзде жаңбыр көп жауады. Бұл шындық факті. Сондықтан мен жаңағын айттым, ол present simple күнделікті қайталанатын іс-әрекет және де шындықты, фактіні білдіреді. Так, мен телевизор жиі көрмеймін. I don't watch TV very often. Мен жиі телевизор көрмеймін. Келесі, сен демалыс күндері немен айналысасың? Сұрақ. What do you usually дейік әдетте? Usually do демалыс күндері. At the weekend. Яғни сен әдетте демалыс күндері немен айналысасың? What do you usually do at the weekend? Енді осы сөйлем, бұның бәрі present simple-да, байқап тұрсаңыздар, күнделікті қайталанатын іс-әрекеттер, иә. Сұрақта, мысалы, сен әдетте демалыста не істейсің? Тоже қайталанатын іс-әрекет сұрап тұр. Енді present continuous-қа айналдырайық. Present continuous ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді дедім мен. Ендеше кеттік. Мен қазір жұмыс істеп жатырмын. I'm working now. Яғни мен қазір жұмыс жасап жатырмын. Айырмашылық көріп тұрсаңыздар, бастауыштан кейін to be етістігі, am, және work етістік, және оған ing жалғанып тұр. I'm working now. Мен қазір жұмыс істеп жатырмын. Келесі, мысал, Том дәл қазір Том душқа түсіп жатыр. Tom is having a shower at the moment. Том қазір душқа түсіп жатыр. Tom is having a shower at the moment. Келесі, қазір жаңбыр жауып тұр. It's raining.
Можно и now деуге де болады. It's raining now. Қазір жаңбыр жауып жатыр. It's raining now. Келесі, I don't watch TV very often, яғни мен жиі телевизор көрмеймін деген сөз. Ендеше, мына жерге де болымсыз қояйын, мен телевизор көріп жатқан жоқпын. I'm not watching TV. I'm not watching TV. Мен телевизор көріп жатқан жоқпын. I'm not watching TV. Яғни present continuous'та біз don't қолданбаймыз, to be-ге not жалғаймыз. I'm not watching TV. Келесі, сен не істеп жатсың? Сұрақ. What do you usually do at the weekend? Әдетте сен демалыста немен айналысасың, немесе не істейсің? Ал енді present continuous'та сен қазір не істеп жатсың деп сұраймыз. What are you? Және де бізде кейбір етістіктер бар, present continuous'та қолданылмайды, тек қана present simple'да. Ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекет болса да, біз тек қана present simple'да қолданамыз. Present continuous пен ing қойылып жасалынбайды. Қазір мен сіздерге сол етістіктерді көрсететін боламын. Бірінші етістік like, want, know, understand, remember, need, mean, believe, forget. Жалпы осындай етістіктер бар. Like, яғни ұнату, want бір нәрсені қалау, know, білу, understand, prefer, предпочитать де тоже бір нәрсені қалау, remember, еске сақтау, need қажет, mean, бір нәрсені білдіру, означает дейді орысша, believe, сену, forget, ұмыту. Жалпы осындай бұлардың барлығы бізде non-action verbs деп аталынады, яғни іс-қимылмен жасамаймыз. Жалпы іс-қимылмен жасалмайтын адамның ішкі жан дүниесін, жалпы білдіретін сезімдерді, білдіретін етістіктер бізде present continuous'та қолданылмайды. Сондықтан біз оларға ing жалғау арқылы жасалмаймыз. Яғни біз liking или wanting, knowing деп айта алмаймыз. Біз оларды present simple'да қолданамыз. Мысал айтайық, мен шаршадым, мен үйге кеткім келіп тұр. I'm tired. I want to go home. I want to go home. Яғни мен үйге кеткім келіп тұр. Мен айта алмаймын I am wanting go home деп айта алмаймын. Яғни жаңағын айттым, want бұларға ing жалғанбайды. I want to go home. Мен үйге барғым келіп тұр. Яғни дәл қазір іс-әрекетті көрсетеді. Мына жердегі want. Сіздерге түсінікті болу үшін цветін өзгертейін. I want to go home. Келесі. Ана қызды білесің ба? Do you know that girl? Do you know that girl? Ана қызды білесің бе? Do you know? Яғни, are you knowing деп айтпаймыз, қазір сіздерге көрсетем. Do you know that girl? Яғни мен knowing деп ing жалғамаймын. Do you know that girl? Енді осы сұраққа жауап ретінде жазайын, келесі. Я, бірақ есімде жоқ дейік. Yes, but I don't remember her name. I don't remember her name. Бірақ оның аты есімде жоқ. Яғни бұл жерде беріліп тұр бізде don't remember.
также белгілеп қояйын. Don't remember, яғни мен I'm not remembering деп ing қойып жазбаймын. Do you know that girl? Yes, but I don't remember her name. Ана қызды білесің ба? Иә, бірақ аты есімде жоқ. Дәл қазіргі болып жатқан оқиға, бірақ біз present simple'да айтамыз. Тағы да бір мысал келтірейін. Келесі, I don't understand. I don't understand. Яғни мен түсінген жоқпын. I'm not understanding деп айтпаймын. I don't understand. Мен түсінген жоқпын. Сен не айтып тұрсың? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Meanді қарап тұрсаңыздар, бізде также ing жалғанбаған. What do you mean? Жалпы осындай айырмашылықтар бар. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де алда қызықты көптеген сабақтар болады. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.